Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен құрамына небәрі 3-ақ зат кететін табиғи таза сырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге сүт қажет болады. Менде таза сиырдың қолдың сүті. Егер де сиырдың қолдың сүті болмаған жағдайда дүкендегі тетрапакеттегі сүттер жарай береді. Мен 2 литр сүтті қолдандым. 1 литр немесе 3-5 литр сүтпен жасай беруге де болады. 2 литр сүтке 4 жұмыртқа жарып аласыздар. Егер де сүттеріңізді көбейтіп азайтатын болсаңыздар, жұмыртқалардың санын көбейтіп азайта бересіздер. Мысалға 3 литр болатын болса 6 жұмыртқа деген сияқты солай көбейте бересіздер. Енді бізге қаймақ қажет болады. Менде қаймақ қолдың қаймағы. 4 қасық қаймақ алып аламыз 2 литрге. Егер де қолдың қаймағы болмаған жағдайда дүкеннің 20%-ық қаймағы жарай береді. Енді тұз қосып аламыз. Тұзды татымына қарай қоса бересіздер. Аз етіп қосып қоймауларыңыз қажет. Сырымыздың дәмі болмай қалуы мүмкін. Және де мен қант қосып алдым. Қант маңызды емес, қоспасаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып аласыздар. Арасында іртігі болмау керек. Жақсылап іртігі кеткенше толық араластырып аламыз. Сұйықтығы видеода көріп тұрғандарыңыздай болады. Енді сүтіміз қатты қайнап пісіп кетпеуі қажет. Шамалы жылығаннан кейін осы дайын болған массамызды құйып алып, отымыздың астын орташа отқа қойып отырып, осылай араластырып аламыз. Газдың астын орташа отқа қойып, сүтімізді толық қайнатып аламыз. Жаңалдегі жұмыртқа, қаймақ барлығының қосындысынан осылай бізде сүзбе, яғни іртік пайда болады. Және де қазанымыздың астын тоқтатпай осылай араластырып тұруымыз қажет. Себебі мынау біздің сүзбелеріміз қазанның түбіне жабысып қалуы мүмкін. Сүтімізді осылай толығымен шамамен 40 минуттай, жарты сағаттай қайнатып аламыз. Отымыздың астын міндетті түрде орташа отқа қойып отырасыздар. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің сүзбеміздің басы толығымен осылай біріккен. Енді суымен осындай салмасын екіге бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен марлені қолдандым. Толығымен суын сорғытып бөліп осылай марлеге салып аласыздар. Міндетті түрде толығымен суының барлығын сүзіп алып тастауымыз қажет. Қазір марлемен де бөлек толығымен сүзіп суын шығарып аламыз. Дәл осы құраммен жасап көріңіздер, керемет, өте дәмді сыр шығатын болады. Және де өздеріңіздің нұсқаларыңызбен де бөлісіп отырыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай осылай толығымен марледегі суында сығып бөліп аламыз. Себебі қазір біздің сырымыздың басы бірікпей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай суын бөліп сығып алғандарыңыз дұрыс. Міндетті түрде ыстық күйінде осылай сығып алғандарыңыз дұрыс. Енді марледе қалдырсаңыздар да болады, немесе осындай сырдың формасы әдемі болып шыққанын қаласаңыздар, кез келген формаға немесе ыдысқа салып алсаңыздар болады. Үстінен осылай барлығының басын біріктіріп, қолдарыңызбен басып шығасыздар. Және мен салафан қойдым. Үстіне қазір ауыр зат қою үшін осылай салафан немесе пищевой пленканы қолдансаңыздар болады. Енді ауыр 5 литрлік суды қойып шамамен 5-6 сағаттай қойып аласыздар. Және одан кейін холодильникке қойып алсаңыздар да болады. Біздің сырымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Ыдысымыздан да осылай әдемі керемет болып оңай алынады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісінде басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сол кезде видеоларым сіздерге бірінші көрінетін болады.